Луиза Хей. 21 күнде бақытты болудың құпиясы. Айнамен жұмыс техникасы. Бірінші бөлім. Айнамен жұмыс істеуді үйрететін 21 күндік курсыма қош келдіңіз қымбаттым. Бұл курс менің Loving Yourself деп аталатын танымал видео курсыма негізделген. Алдағы 3 апта бойы жай ғана айнаға қарап отырып, өміріңізді қалай өзгертуге болатынын үйренесіз. Айнамен жұмыс, көзіңізге ұзақ қарап, аффирмацияларды қайталау арқылы өзіңді жақсы көруді және әлемді қауіпсіз, махаббатқа толы мекен ретінде көре бастауды үйрететін ең тиімді әдіс. Адамдарды аффирмация айтуға баулай бастаған сәттен бері айнамен жұмыс істеуді қоса үйретіп келемін. Қарапайым тілмен айтқанда, біз айтқан немесе ойлаған нәрсенің бәрі аффирмация. Сіздің өз-өзіңізбен сөйлесуіңіз, миыңыздағы бітпейтін диалог. Бұның бәрі кәдімгі аффирмация ағыны. Бұл аффирмациялар ойлау мен мінез-құлықтың үйреншікті тәсілдерін белгілейтін бейсанаңызға жолданған хабар саналады. Позитивті аффирмациялар өзіңе деген сенім қалыптастырып, өзіңді бағалауға және жан тыныштығы мен ішкі қуанышқа жетуге көмектесетін шипалы ойлар мен идеяларды санаға сіңіреді. Ең күшті аффирмациялар айнаның алдында дауыстап айтылатын аффирмациялар. Айна сіздің өзіңізге деген қарым-қатынасыңызды, сезімдеріңізді көрсетеді. Ол сізге қай жерде өз-өзіңізге қарсылық көрсетіп жатқаныңызды, ал қай мәселеде ашық және жатық екеніңізді бірден білуге мүмкіндік береді. Бақытты, толыққанды өмір сүргіңіз келсе, қандай ойларды өзгерту керек екенін анық көрсетеді. Айнамен жұмыс істеуді үйрене отырып, айтқан сөзіңіз бен жасаған ісіңіз жайында көбірек хабардар боласыз. Өзіңізге бұрынғыдан да жақсы күтім жасап, қамқор болуды үйренесіз. Өміріңізге бір жақсылық келгенде, айнаға барып, разымын, мың алғыс, бұл бір керемет, осыны жасағаның үшін рахмет десеңіз болады. Егер жаман бірдеңеге ұшырасаңыз да, тағы да айнаға барып, мейлі, мен сені бәрібір жақсы көремін. Жаңа ғана болған нәрсе өтеді де кетеді, ал мен сені өмір бойы жақсы көріп өтемін деп назыңызды айта аласыз. Алғашқы кезде көбімізге айна алдында отырып, өз-өзімізге қараудың өзі оңайға соқпасы анық. Сол үшін біз бұл процесті айнамен жұмыс деп атаймыз. Бірақ жалғастыра келе өзіңізге мін тағу азайып, бұл жұмыс қызық ойынға айналады. Көп ұзамай айна дұшпан емес, серігің, жақын досың болып кетеді. Айнамен жұмыс өзіңізге жасай алатын ең керемет сыйдың бірі. Сәлем сүйкімдім, күшті болып тұрмын, немесе қызық қой иә деп айту үшін бар болғаны 1 секунд уақыт қажет. Күні бойы өзіңізге аз-аздан болса да жағымды хабарлар жолдап отыру өте маңызды. Өзіңізді мақтау, қолпаштау және қиын кезеңде қолдау көрсету үшін айнаны неғұрлым көп пайдалансаңыз, өзіңізбен қарым-қатынасыңыз соғұрлым терең және жайлы болады. Бәлкім бұл бағдарлама неге 21 күнге арналған деп ойлайтын шығарсыз. 3 аптада өміріңді толығымен өзгерту мүмкін бе? Деген сұрақ туындауы да заңдылық. Иә, толығымен өзгерту мүмкін емес шығар. Бірақ өзгеріс дәнін еге аласыз. Айнамен жұмысты жалғастыра берсеңіз, бұл дән қуанышқа толы бақытты өмірдің есігін ашатын жаңа салауатты әдеттерге айналады. Ал ендеше бастайық. 1 апта, 1 күн. Өзіңді жақсы көру. Өзіңді жақсы көру өте маңызды. Айнамен жұмыс өміріңіздегі ең қажетті қарым-қатынасты құруға көмектеседі. Бұл өзіңізбен арадағы байланыс. Айнамен жұмыс деп бастағанда, оңай ғой, оның несін үйренемін деп, немесе мұны тіпті ақмақтық деп ойлауыңыз мүмкін. Мен сізге алдағы 21 күнде істеп көр деп ұсынған нәрселердің көбі бастапқыда ешқандай өзгеріс әкелмейтіндей
тым қарабайыр болып көрінуі де ғажап емес. Бірақ мен ең маңызды дүниелер сол қарапайым әрекеттерден басталатынын білемін. Ойыңыздағы бір кішкентай құбылу өміріңізге үлкен өзгеріс әкелетіні анық. Біз күн сайын әртүрлі тақырыпты қозғаймыз. Мен сол тақырып аясында өз ойларыммен бөлісемін. Содан кейін сізге айнамен жұмыс істеу жаттығуын беремін. Ал сіз өз кезегіңізде сол жаттығуды күні бойы қайталауыңыз керек. Жаттығуды таңертең жуынатын бөлмедегі айна алдында бастасаңыз да болады. Содан кейін күні бойы айнаның жанынан өткен сайын немесе әйнектен сұлбаңыз көрінгенде қайталай беріңіз. Сондай-ақ қалтаңызға қол айна салып жүріңіз. Арасында бір сәт уақыт табыла қалса, айнамен жұмыс істей аласыз. Жалпы айнамен жұмыс істеп бастағанда күнделік жүргізген жөн. Ойларыңыз бен сезімдеріңізді жазып отырыңыз. Сонда өзіңіздің қаншалықты ілгерілеп, өзгеріп жатқаныңызды көре аласыз. Мен сізге күн сайын жазбаша жаттығулар беремін. Онда ойларыңызды жазып бастауға көмектесетін бірнеше сұрақ болады. Мен әрқайсымыздың ішімізде бір құдіреттің барына сенемін. Ол бізді сүйетін және қолдайтын, бар салада гүлдену әкелетін әмбебап күшпен тығыз байланысты. Күнделік жүргізу сізге осы күшпен байланыс орнатуға көмектеседі. Сіз өсуге және өзгеруге қажет бүкіл нәрсе өз бойыңызда бар екеніне көз жеткізесіз. Күн сайын айнамен жұмысыңызды қолдау үшін жүрек ойын және сол күннің тақырыбын сіңіруге көмектесетін аффирмациялар ұсынып отырамын. Күнді жетекші медитациямен аяқтаймыз. Ұйықтар алдында тыныш жерде отырып, осы идеялар өміріңізді қалай жеңілдететінін және қаншалықты жақсартатынын ойлап көріңіз. Кітаптағы медитацияны оқысаңыз болады, немесе бейімделген аудио нұсқасын тыңдай аласыз. Бірінші күнге арналған айна жаттығуы. Жуынатын бөлмедегі айнаның қарсы алдына тұрыңыз, не отырыңыз. Көзіңізге қараңыз. Терең дем алып, мына аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көргім келеді. Сені шын жақсы көріп үйренгім келеді. Осы мақсатымызға бірге жетейік және шынымен көңіл көтерейік. Тағы бір терең тыныс алыңыз. Сосын былай деңіз. Мен сені жақсы көруді үйреніп жатырмын. Мен сені шын сүюді үйреніп бастадым. Бұл бірінші жаттығу. Түсінем, аздап қиын болуы мүмкін, бірақ ортасынан үзіп тастап кетпеңіз. Терең тыныс алуды жалғастырыңыз. Көзіңізге қараңыз. Өз есіміңізді бөтен адам атағандай атап, былай деңіз. Мен сені жақсы көріп үйренуге дайынмын. Атыңызды атаңыз. Мен сені сүюді үйренгім келеді. Күні бойы айнаның жанынан өткен сайын, немесе одан өз бейнеңізді байқап қалғанда, осы аффирмацияларды қайталаңыз. Тіпті жүзіңізге тіке қарап, осылай деу соншалықты ауыр болса да, өтінемін, айта беріңіз. Басында аффирмацияларды қайталау кезінде өзіңізді ақымақ немесе пайдасыз бірдеңемен айналысып жатқандай сезінуіңіз мүмкін. Тіпті ашуланып, көзіңізге жас келуі де ғажап емес. Бәрі дұрыс, шын мәнінде бұл қалыпты жағдай. Бірақ сіз жалғыз емессіз. Мен сізбен біргемін. Ұмытпаңыз, мен де осының бәрінен өттім. Ал ертең жаңа күн басталады. Ғаламат күш ішіңізде. Бірінші күнге арналған күнделікті сұрақтар. Таңертең айнамен жұмысты аяқтағаннан кейін не сезіндіңіз және бойыңызда не байқадыңыз? Соның бәрін жазыңыз. Ашуландыңыз ба? Реніш пайда болды ма? Әлде өзіңізді ақымақ сезіндіңіз бе? Екінші, таңертең айна жұмысын аяқтағаннан кейін арада 6 сағат өткенде сезімдеріңіз бен не байқағаныңызды қайта жазыңыз. Айнамен жұмысты немқұрайлы жалғастырып отырып, өзіңізге айтқан сөздерге сене бастадыңыз ба? Үшінші, күні бойы мінез құлқыңыздағы кез келген өзгерісті бақылаңыз. Сеніміңізге селкеу түсті ме?
әлде беки түсті ме? Жаттығу жеңілдеді ме? Әлде арада біраз уақыт өтсе де әлі қиын болып көріне ме? Төртінші, түнде ұйықтар алдында бүгінгі айнамен жұмыстан не үйрендіңіз? Қандай қорытынды шығардыңыз? Сол жайында жазуды ұмытпаңыз. Бірінші күнгі жүректегі ойлар. Мен ашықпын және өмір сыйын қуана қабылдаймын. Иә, біз өмірімізді жақсы жаққа өзгерту үшін айнамен жұмыс істейміз. Бірақ ішімізде соған лайық екенімізге сенбейтін бір кішкентай күмән болса, айнаға қарап айтқан сөздерімізге өзге түгіл өзіміз сенбейміз. Сосын түбі айнамен жұмыс істегеннен ешқандай пайда жоқ деген ойға келіп тірелеміз. Шындығында айнамен жұмыс істегеннен түк шықпайды деген тұжырымның айна жұмысының өзіне немесе біз айтатын аффирмацияларға еш қатысы жоқ. Мәселе мында. Біз өмір сыйлаған бүкіл игілік пен жақсылыққа өзіміздің лайық екенімізге сенбейміз. Егер сіз де солай ойлайтын болсаңыз, мына аффирмация ойыңызда жүрсін. Мен ашықпын және өмір сыйын қуана қабылдаймын. Бірінші күннің медитациясы өзіңді сүю. Әрқайсымыз өзімізді бұрынғыдан қаттырақ жақсы көре аламыз. Әрқайсымыз махаббатқа лайықпыз. Біз жақсы өмір сүруге, деніміз сау, тіршілік кешіп, біреуді сүйіп, біреудің сүйіктісі болып, өсіп өнуге лайықпыз. Әрқайсымыздың ішіміздегі кішкентай сәби керемет тұлға болып ер жетуге лайық. Сондықтан өзіңізді жан-жақтан махаббатпен қоршап алғаныңызға көз жеткізіңіз. Өзіңізді бақытты, дені сау және бір тұтас тұлға ретінде көріңіз. Бүкіл егжей-тегжейін қамти отырып, өзіңіз қалаған өмірді көз алдыңыздан өткізіңіз. Соған лайық екеніңіз есіңізде болсын. Содан кейін жүрегіңіздегі сүйіспеншіліктің тұла бойыңызға таралып, махаббатпен толтырылғанын сезініңіз және оны өз еркіне босатып жіберіңіз. Екі жағыңызда сіз жақсы көретін адамдар отыр деп елестетіңіз. Сол жағыңыздағыларға өзіңіздегі махаббатты және оларға жұбаныш беретін ойларды жолдаңыз. Оларға мейірім мен демеу беріп, жақсылық тілеңіз. Жүрегіңізден шыққан махаббатты оң жағыңыздағы адамдарға қарай бағыттаңыз. Оларға дәтке қуат болатын күш, сүйіспеншілік, тыныштық пен жылулық сыйлаңыз. Сіз үлкен махаббат шеңберінде отырғанда, сіздің ыстық мейіріміңіз бөлмені айналып ұшып жүрсін. Сіз берген махаббат өзіңізге қайта оралған кезде еселеп көбейетінін сезініңіз. Махаббат ең күшті дауа, барлығынан емдейтін күш. Сіз ішіңіздегі бұл махаббатты әлемге шығарып, оны кез келген адаммен үнсіз бөлісе аласыз. Өзіңізді сүйіңіз, бір-біріңізді сүйіңіздер, ғаламшарды сүйіңіз және бәріміздің бір екенімізді ұмытпаңыз. Екінші күн. Айнамен дос болу. Бүгін сіз ескі сенім түсініктерге мән берместен, өзіңізге мұқият қарауды үйрене отырып, айнамен жұмыстың негізгі жаттығуларын жасай бастайсыз. Бұл айнамен жұмыстың екінші күні және сіз өзіңізді жақсы көруді, құрметтеуді енді ғана үйрене бастадыңыз. Ендеше орныңыздан тұрыңыз. Өмір және өзіңіз жайлы ойлаудың жаңа әдісін күнбе-күн қолданған сайын, ұзақ уақыт санаңызда қалыптасып қалған ескі жағымсыз түсініктер біртіндеп ығыса бастайды. Жақын арада сіз көбірек жымиятын боласыз. Сонда айнаға қарауда жеңілірек болады. Көп ұзамай аффирмациялар шындыққа айнала бастайды. Енді қол айнаңызды шығарыңыз, немесе жуынатын бөлмедегі айнаның алдына барыңыз. Денеңізді бос ұстап, терең тыныс алыңыз. Айнадағы өз бейнеңізге көз салыңыз. Содан кейін атыңызды атап тұрып былай деңіз. Атыңызды атаңыз. Мен сені жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін. Мұны тағы 2 мәрте қайталайық. Мен сені жақсы көремін.
шынымен де қатты жақсы көремін. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шынымен де қатты жақсы көрем. Қалай екен? Осыдан кейін не сезіндіңіз? Шыныңызды айта беріңіз. Иә, бұл бір қарағанда біртүрлі есалаңдық секілді көрінеді. Өйткені бастапқыда расымен солай сезіледі. Немесе сіз мұны айтуға кәдімгідей қиналуыңыз мүмкін. Мұндай сезімдердің болуы қалыпты жағдай. Себебі өзіңді сөзсіз сүю, сіз бұрын ешқашан жасамаған нәрсе. Өзіңізге осы сезімдерді сезінуге мүмкіндік беріңіз. Не сезінсеңіз де, бұл бастамасы ғана. Жаңа нәрсеге бас көзіңмен қойып кететін нағыз қолайлы сәт. Өзіңізге мен сені жақсы көрем деп айту қаншалықты қиын екенін білемін. Бірақ сонымен қатар бұл нәрсе қолыңыздан келетінін де білемін. Және тырысқаныңыз үшін сізге дән ризамын. Бірте-бірте айнамен жұмыс істеу жеңілдей түседі. Сөзіме сеніңіз. Егер сізге мен сені жақсы көрем деп айту қиын болса, қарапайым нәрседен бастай аласыз. Мәселен, мына сөздерді айтуға болады. Мен сені жақсы көріп үйренгім келеді. Мен сені сүюді үйреніп жатырмын. Айнадағы келбетіңізге қарағанда, балабақшадағы баламен сөйлесіп тұрғандай әрекет етсеңіз деймін. Өзіңізді осы балабақшаның жас тәрбиешісі деп елестетіп көріңіз. Енді атыңызды атап, сол ішкі балаға үн қатыңыз. Атыңызды атаңыз. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шынымен де жақсы көрем. Айнамен неғұрлым көп жұмыс істесеңіз, соғұрлым оңай болады. Бірақ бұған біраз уақыт қажет екенін ұмытпаңыз. Сондықтан қолыңыз қалт етсе, айнамен жұмыс істеуді әдетке айналдырыңыз. Мұны таңертең тұра салып, басқа шаруаларыңызға кіріспес бұрын жасаңыз. Қайда барсаңыз да, қол айнаңызды тастамай алып жүріңіз. Сонда өзіңізге деген сүйіспеншілікке толы сөздерді кез келген жерде айта аласыз. Қане бастайық. Мен әдемімін. Мен күштімін. Мені жақсы көру оп-оңай. Екінші күнге арналған айна жаттығуы. Бірінші, жуынатын бөлмедегі айнаның алдына барыңыз. Екінші, көзіңізге қараңыз. Үшінші, атыңызды атап тұрып былай деңіз. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шынымен де қатты жақсы көрем. Төртінші, мұны тағы 2-3 мәрте қайталап көріңіз. Мен сені шынымен де қатты жақсы көремін. Бесінші, осы сөздерді қайта-қайта айта беріңіз. Мұны күніне кемінде 100 мәрте қайталай алатыныңызға сөз беремін. Иә, дәл солай, күніне 100 рет. Білем, тым көп сияқты көрінеді, бірақ шынымды айтайын, курстан өткеннен кейін күніне 100 рет деген түк қиын болмай қалады. Сонымен, айнаның жанынан өткен сайын немесе әйнектен бейнеңізді көре сала, мына аффирмацияны қайталаңыз. Атыңызды атаңыз, мен сені жақсы көремін. Мен сені шынымен жақсы көремін. Өз-өзіңе мен сені жақсы көрем деп айту неге қиын дегенде, оның бір себебі адамның өзін ескі жағымсыз түсініктер арқылы бағалайтында болуы мүмкін. Әртүрлі ойларың үшін өз-өзіңді айыптап, ыңғайсыздықты одан сайын күшейтпеңіз. Бойыңызды еркін ұстаңыз және аффирмация айтуға міндеттеме алыңыз. Есіңізде болсын, сіз шындыққа сай келетін аффирмациямен келісесіз. Шынын айтқанда, біз өзімізді сынап мінеп, кінә тақпаған кезде өз-өзімізді шынымен жақсы көреміз. Айнамен жұмыс дегенде қолыңызда сулық болғаны дұрыс. Өйткені бұл жұмыс есте қалатындай әсерлі, мұңды болуы мүмкін. Көп жағдайда ол тереңде жатқан эмоцияларды сыртқа шығарады. Мәселе мынада, біз кейде өзімізге келгенде өте қатал, мейірімсізбіз. Сондықтан өзімізді жақсы көруді үйрене бастағанда, ұзақ жылдар бойы өзімізге деген жек көрінішті арқалап жүргенімізді байқамаймыз. Және бұл белгілі бір күйініш ала келеді. Бірақ қайғы қасірет тарқайды.
Сондықтан, қандай терең мұңға батсаңыз да, одан қашпаңыз. Өзіңізге оны сезінуге мүмкіндік беріңіз, және сол сезімдерді қабыл алыңыз. Оларды айыптамаңыз. Айнамен жұмыс істеу дегеніміз, ең алдымен өзіңді сүю және өзіңді бар болмысыңмен қабылдау. Мен сізге таңертең тұра салып, бірден айнамен жұмыс істеуге кеңес бердім. Кейде бұл күннің ең қиын уақыты, өйткені төсектен тұра сала бірден әдемі боп, жайнап жүретіндер сирек. Бірақ бұл жай ғана пайым, және айнамен жұмыс істеудегі ең маңызды мақсатымыз кім екенімізді көру үшін айнадағы адамға ешқандай айып тақпай, сынап мінемей көз салу. Ғаламат күш ішіңізде. Екінші күннің күнделік сұрақтары. Өмір заңы өте қарапайым. Не берсек соны аламыз. Күнделікке мына сұрақтардың жауабын жазыңыз. Бірінші, қанша алғыңыз келсе де, қолыңыз жетпей жүрген қандай нәрсе бар? Екінші, есею кезінде не нәрсеге лайықпын, не лайық емеспін деген секілді ережелер болды ма? Бір сый құрметке кенелу үшін, оған әуелі еңбегіңді сіңіру керек деген ұстанымыңыз бар ма еді? Үшінші, өзіңізді өмір сүруге лайықпын деп санайсыз ба? Қуануға ше, лайық емеспін деп санасаңыз, оған не себеп? Осы сұрақтарға жауап бере отырып, қандай эмоцияларды бастан кешкеніңізді бақылаңыз. Оны күнделікке түртіп қойыңыз. Екінші күнгі жүректегі ойлар. Мен лайықпын. Кейде біз жақсы өмір сүруге күш салғымыз келмейді. Өйткені өзімізді оған лайық санамаймыз. Біз бұған лайық емеспіз деген сенім балалық шақта бастан өткен тәжірибеден кейін қалып қоюы мүмкін. Біреудің жалған тұжырымына немесе пікіріне құдайдай сеніп, шыңға балап жүруіміз ғажап емес. Лайық болу мен жақсы болудың арасында ешқандай байланыс жоқ. Оған адамның өмір сыйын, жақсылығын қабылдай алмауы кедергі болады. Өзіңізді оған лайық деп санасаңыз да, санамасаңыз да, өзіңізге жақсылықты қабыл алуға рұқсат беріңіз. Екінші күннің медитациясы. Махаббат шеңбері. Өзіңізді сондай қауіпсіз, жайлы жерде тұрмын деп елестетіңіз. Ауыртпалықтан азап пен қорқыныштан арылыңыз. Ескі жағымсыз түсініктермен және тәуелділіктен қош айтысыңыз. Олардың сізден алыстап бара жатқанына қараңыз. Содан кейін қолыңызды екі жаққа жайып былай деңіз. Мен ашықпын және қабыл алуға дайынмын. Өзім қаламайтын нәрсені емес, жанымның қалауы болған нәрсені қабылдауға дайынмын. Өзіңізді толыққанды аман сау және бақытты күйде сезініңіз. Тұла бойыңыз махаббатқа толы. Осы кеңістікте әлемдегі басқа адамдармен байланысыңызды сезініңіз. Бойыңыздағы махаббат әлемге тарап, жүректен жүрекке өтсін. Есіңізде болсын, махаббатыңыз сөніп бара жатқанда, ол сізге еселеп қайтады. Баршаға жұбаныш болатын ойлар жіберіңіз, және бұл ойлар өзіңізге оралатынын ұмытпаңыз. Бұл ғаламда біз жек көрініш шеңберінде немесе махаббат пен дауа шеңберінде ғана болуымыз мүмкін. Мен махаббат шеңберін таңдаймын. Білем, бәріміз бір нәрсені қалаймыз. Ол жайбарақат, тыныш өмір сүру және өзімізге ұнайтын жолдармен, шығармашылықпен айналысу. Әлемнің махаббаттың ғажап шеңберіне айналғанын көріңіз. Үшінші күн. Өзіңізбен не жайында сөйлесесіз? Бүгін сіз жылдар бойы санаңызға әбден сіңісті болған ұғым түсініктерді өзгерту, жағымсыз ойлардан арылу жайында молырақ мәлімет аласыз. Сөйтіп, дәл қазіргі сәтте өмір сүруге көшесіз. Сонымен, айнамен жұмыстың үшінші күніне де келіп жеттік. Жан досыңыз айнамен арада тығыз бір байланыс орнағанын сезесіз бе? Күнделікті айнамен жұмыс істеу кезінде біртіндеп
өз-өзіңізге ғашық бола бастайсыз. Күн өткен сайын позитивті аффирмацияларды айту және оған шын көңілмен сену жеңілдей түседі. Өзіңізді жақсы көрудің ең жақсы жолы өткен өміріңіздегі барлық жағымсыз ойлардан арылу және қазіргі сәтте өмір сүру. Бүгін мен сізбен өз-өзіңмен сөйлесу деп аталатын миымыздағы әңгіме ауанын өзгерту жайында сөз қозғағым келіп отыр. Біз ең алғашқы тыйымдарды көбіне ата-анамыздан, мұғалімнен және басқа да беделді кісілерден үйренеміз. Бала сияқты жылауды доғар, өмірі бөлмең шашылып жатады. Немесе неге төсегіңді жинамайсың деген ескертпелерді талай естіген боларсыз. Сол адамдарға ұнау үшін айтқанын істеуге тырысасыз. Содан кейін жас кезде адамның санасында өзгелердің мені жақсы көргенін қаласам, ол үшін бірдеңе істеуім керек. Әйтпесе, жайдан жай мені кім керек қылсын деген ой еріксіз пайда болады. Осы күйімізде қабылдау мен жақсы көрудің өзіндік шарттары бар деп ойлайсыз. Алайда, басқалардың сізді жақтыруы я жақтырмауы, олардың өз құндылықтарына негізделгенін және сіздің өз-өзіңізді қалай бағалайтыныңызға еш қатысы жоқ екенін есте ұстаған жөн. Осы өміріміздегі алғашқы тыйымдар өзімізбен сөйлесуге ықпал етеді. Өз-өзіңмен болатын ішкі әңгіме өте маңызды. Өйткені, ол біздің сыртқы әлемге дауыстап айтатын сөздеріміздің негізіне айналады. Сөйтіп, біз өмір сүретін психикалық атмосфераны қалыптастырады және түрлі тәжірибені бізге қарай тартады. Егер өзімізді төмендететін болсақ, өмірдің мәні біз үшін көк тиынға татымайды. Ал егер өзімізді жақсы көріп бағаласақ, онда өмір шат-шадыман, ғажайып сыйға айналады. Өміріңіз бақытсыздыққа толы болса, немесе осы күніңізге көңіліңіз толмаса, ата-анаңызды немесе Құдайды кінәлап, мұның бәрі солардың кесірінен деп айта салу өте оңай. Алайда соларды кінәлағанның өзінде жағдайыңыз бірден жеңілдеп, кенет бақытты болып кетпейсіз. Проблемалар сол күйінше қала береді. Біреуді айыптау сізге еркіндік әкелмейді. Сөздің құдіретті күші. Сондықтан айтатын әр сөзіңізге мұқият ден қойыңыз. Егер негативті немесе ойыңызды шектейтін сөздер айтқаныңызды байқасаңыз, оларды түзетуге болады. Мысалы, бір жайсыз жағдайды естісем, оны бірден айналамдағы адамдарға жеткізуге асықпаймын. Естідім. Естідім бе? Иә, сол жеткілікті. Әрі қарай оны таратудың қажеті жоқ. Ұмытамын. Ал егер жақсы бір әңгіме құлағыма шалынса, барлығымен бөлісемін. Көпшілік ортада адамдардың не айтып жатқанын және қалай айтып жатқанын шын көңілмен құлақ түріп тыңдаңыз. Сол адамның аузынан шыққан сөзді оның өмірінде бастан кешірген жағдайлармен байланыстыра аласыз ба? Соған мән беріңіз. Өте көп адам өз өмірін бүйтуім керек, сөйтуім керек деген шектеулермен бұғаулап тастаған. Керек. Менің құлағым өте жиі еститін сөз. Естіген сайын қоңырау соғылатын сияқты. Мен адамдардың осыны бір параграфта 12 мәрте қайталағанын естідім. Дәл осы адамдар өз тағдырының неге соншалықты қатал екенін, немесе басынан өткен бір жайды ұмыта алмай жүргенін айтып шағымданады. Өздері өзгерте алмайтын жайттар үшін күйіп піседі. Кейде біреулердің қате шешім қабылдауына үлес қосып, кейде өз қатесіне қате жамап, қолы еш босамайды. Айнамен жұмыс кезінде өзіңіз жайлы тек жақсы сөздер айтыңыз және оны жағымды аффирмацияларды қайталау арқылы одан сайын бекітіп отырыңыз. Солай өзіңізбен ішкі диалогқа позитив әкелесіз. Бала кезден келе жатқан кез келген жағымсыз пікірді өңін айналдырып жақсы жағына өзгерте аласыз. Мысалы, өмірі ештеңені дұрыс демейсің деген сөзді мен қабілетті адаммын және жолымда кездескен кез келген істі дөңгелетіп әкетемін деген аффирмацияға айналдыруға болады. Өзіңізді
және басқаларды тыңдау арқылы жалпы не айтқаныңызды, қалай және не үшін айтып жатқаныңызды жақсырақ біле бастайсыз. Оны білу ішкі диалогты, денеңіз бен ақыл-ойыңызды нәрлендіретін және емдейтін аффирмацияға айналдыруға көмектеседі. Өзіңізді жақсы көрудің керемет әдісі емес пе? Қане, аффирмация жасайық. Мен өткен өмірімдегі бүкіл жағымсыз ойлардан арыламын. Мен қазіргі сәтте өмір сүремін. 3-ші күннің айна жаттығуы. 1. Айнаның алдына барып тұрыңыз, не отырыңыз. 2. Көзіңізге тура қараңыз. 3. Мына аффирмацияны айтыңыз. Өзіме не десем де оны тек махаббатпен айтамын. 4. Қайталаңыз. Айна алдында өзіме не десем де, оны тек махаббатпен айтамын. 5. Кішкентай кезіңізде естіген сөздер әлі күнге дейін көкейіңізде жүр ме? Айталық, сен ақымақсың, сенен дұрыс адам шықпайды, немесе тағы басқа түрлі мазақ сөздер ойға оралуы мүмкін. Негатив сөздермен жұмыс істеуге уақыт бөліңіз және оларды оң аффирмацияға айналдырыңыз. Мен ақылдымын. Мен өзім ойлағаннан әлдеқайда ақылдымын. Мен креатив идеялары асып тасыған кемеңгермін. Мен керемет адаммын. Мен тартымдымын. Мен жақсы көруге лайықпын. 6. Осы жаңа жағымды аффирмациялардың 1-2-ін таңдап, оларды қайталай беріңіз. Өзіңізді жайлы сезінгенше айта беріңіз. 7. Күні бойы айнаның жанынан өткен сайын, немесе әйнектен бейнеңізді көрген сәтте, сәл аялдап, осы сүйіспеншілікке толы аффирмацияларды қайталаңыз. Ғаламат күш ішіңізде. 3-ші күннің күнделік сұрақтары. 1. Сіз бүгін естіген қандай да бір жағымсыз жаңалықты басқалармен бөлістіңіз бе? Мұны қанша рет қайталағаныңызды және қанша адамға айтқаныңызды жазыңыз. Енді осы адамдарға ертең айтып беру үшін жағымды бір нәрсе жазыңыз. Бұл олардың және айналасындағылардың көңіл күйін көтеріп, үміт береді. 2. Керек сөзін жазыңыз. Жанына оның орнына қолдануға болатын сөздердің тізімін жасаңыз. Мысалы, мүмкін деген сөзден бастай аласыз. 3. Бүгін үйренген бірнеше жаңа позитивті аффирмацияларды айнаңызға жапсырып қойыңыз. Сонда оларды көрген сайын бұл жаттығуды қайталайсыз. 3-ші күнгі жүректегі ойлар. Менде әрқашан таңдау бар. Өзіміздің кім екеніміз туралы ақымақ ойлар мен өмір сүру қалай керектігі жайлы бітпейтін қатаң ережелер көбімізде бар. Мойындайықшы. Сөздік қорымыздан істеуім керек, тиіспін, міндеттімін деген сөздерді мәңгілікке алып тастайық. Керек, қажет, бізді тұтқынға айналдыратын сөздер. Мұндай сөздерді айтқан сайын өзімізді немесе басқа біреуді қателікке ұрындырамыз. Шын мәнінде бұл сөздердің мағынасы шамамен осындай. Оңып тұрған түгім жоқ, анау айтқандай жақсы емеспін. Тізіміңіздегі тағы қандай сөздерді алып тастауға болады. Керек сөзін мүмкін ұғымымен алмастырыңыз. Ол таңдау бар екенін және таңдау еркі тек өзіңізде екенін есте ұстауға мүмкіндік береді. Біз өмірдегі бүкіл іс-әрекетіміз таңдау арқылы жасалатынын білуіміз керек. Расында да, сөзсіз істелуі тиіс ештеңе жоқ. Бізде әрқашан таңдау бар. 3-ші күннің медитациясы. Сіз махаббатқа лайықсыз. Жан-жағыңыздан түгел махаббат қоршап алған. Өзіңізді бақытты, дені сау және бір тұтас жан ретінде елестетіңіз. Өміріңізді бүкіл егжей-тегжейімен өзіңіз қалаған нұсқада көз алдыңызға елестетіңіз. Сіз оған лайықсыз. Еш күмәніңіз болмасын. Содан кейін махаббатты жүрегіңізден шығарыңыз, және ол денеңізді шипалы күш-қуатпен толтыра бастасын. Сіз орасан зор махаббат шеңберінде отырған сүйіспеншілігіңіз бөлмені және бүкіл үйіңізді айналып жүр.
Махаббат айналымын сезініңіз. Сізден шыққан сезім зорайып, өзіңізге қайта оралады. Махаббат ең күшті емдеуші құдірет. Бүкіл тәніңіз махаббатқа шомылсын. Сіздің өзіңіз махаббатсыз. 4-ші күн өткенді жіберу. Бүгін сіз өткенді жіберіп, кінәдан арыла бастайсыз. Жаныңызда жаралған адамдарды кешіресіз және өз жолыңызда әрі қарай жалғайсыз. Кеше қандай сезімде болдыңыз? Өткен күндерде жүрегіңізде жаралаған кей жағдайларды ұмытып, өзіңізбен тек жақсы нәрселер жайында сөйлесуді ақырындап үйреніп келесіз бе? Осы жаттығуды күн сайын үзбей жасап, санаңыздағы барлық ескі ойларды қайта бағдарламалау үшін айнамен жұмысты пайдаланып, өзіңізді күннен күнге жақсы көріп келе жатқаныңыз үшін сізді сондай мақтан етемін. Кішкентай кезімізден санамызға сіңген әрбір тыйым, әрбір түсінік, біз айтқан әр сөз, жасаған әрбір әрекет, бастан кешірген бүкіл оқиғалар өзегімізде, ішегімізде, құрсақ өрімінде жазылып, сақталып қалған. Мен кішкентай хабаршылар бар және біздің барлық ойымыз бен тәрбиеміз хабаршылар тиісті файлдарға салып қойған таспаларда жазулы тұр деп елестеткім келеді. Көбіміз мен әлі де мінсіз емеспін деген жазуы бар файлдарды жинап жатырмыз. Ол менің қолымнан келмейді, жалпы қолымнан ештеңе келмейді. Не нәрсені де жөнімен істей алмаймын. Біз ескі, теріс таспалар үйіндісінің астында көміліп жатырмыз. Қане, бүгін кішкентай хабаршыларды таңғалдырайық. Айнамен жұмыс істеп отырып санамызға жаңа хабар жолдаймыз. Мен өткен күнді жөніне жіберуге дайынмын. Мен кінәдан арыламын. Мен кешіруге дайынмын. Хабаршылар жаңа аффирмацияларды көріп, мұнысы несі? Бұл қайдан шықты? Біз бұны неге бұрын соңды көрмегенбіз деп таң-тамаша болсын. Күн сайын өткенді ойламаудың және үйлесіммен өмір сүрудің жаңа әдісін үйренсеңіз, қандай керемет болатынын ойланып көрдіңіз бе? Қымбаттым, сіз мұны айнамен күнделікті жұмыс істеу арқылы ендігі бастап қойдыңыз. Күн сайын өзіңізді қабат-қабат қабыршықтан, өткеннің негативті блоктарынан тазартасыз. Айна алдында аффирмация айтқан сайын бір қабатын сылып алып тастайсыз. Ойдағыдай бақытты өмір сүру өткеніңіздің қандай қабаттары мүмкіндік бермеді. Өзіңізді және өткеніңізді кешіруге қандай блоктар кедергі. Менің ойымша, бұл блоктарды тап басып, анықтау қиынға соғады. Өйткені біз шынымен неден құтылғымыз келетінін білмейміз. Біз өмірде не нәрседен пайда жоғын және неге ұмтылуымыз керек екенін білеміз. Бірақ бізді өткен шақта қандай құдірет ұстап тұрғанын білмейміз. Өміріңіздегі барлық нәрсе сіздің кім екеніңіздің айнасы. Айна түр-келбетіңізді сол күйінде көрсететін сияқты. Өмірде көрген тәжірибеңіз де сіздің ішкі сенімдеріңізді бейнелейді. Бастан кешірген жағдайларға қарап, кімге және неге сенетініңізді біле аласыз. Жаныңыздағы адамдарға қарасаңыз, олардың бәрі өзіңіз жайлы ойларыңызды көрсететінін байқайсыз. Мәселен, жұмыста жиі сынға ұшырасаңыз, бұл сіздің де өзгелерді көп сынап мінейтіндіктен және бала кезіңізде ата-анаңыз сізге көп талап қоюынан болуы мүмкін. Есіңізде болсын, өміріңізде болып жатқан жағдайлар сізге ыңғайсыздық әкелгенде ішіңізге үңіліп, бұлай деп сұрай аласыз. Бұл тәжірибеге қалай үлес қоса аламын? Менің бойымда сен осыған лайықсың деп айтып тұратын не нәрсе өзі? Бұл сенімді қалай өзгертуге болады? Мен өзімді және өткенімді қалай кешіре аламын? Өткеннен сабақ алып, жөніне жіберуді және әрі қарай өмір сүруді қалай үйренемін? Қане, аффирмациялар айтуға кірісейік. Мен ескі шектеулер мен сенімдерден арыламын. Мен ауыр ойлардан арылып, тыныштық табамын. 4-ші күннің айна жаттығуы. 1-ші, айна алдына тұрыңыз. 2-ші, терең дем алып тыныс шығаратын кезде
Денеңізден бүкіл ауырлықты қоса шығарып жіберіңіз. Үшінші, маңдайыңызға қараңыз және санаңызда қайталана беретін бүкіл ескі сенімдер мен жағымсыз ойларды бір жола лақтырып тастайтын түймешікті басып тұрмын деп елестетіңіз. Қолыңызды созып, осының бәрі жазылған жазбаны басыңыздан жұлып алып, лақтырып жатырмын деп ойлаңыз. Төртінші, енді көзіңізге үңіліп, былай деңіз: Қане, ізгілікке толы ойлар мен аффирмациялардан тұратын жаңа бағдарлама жазайық. Бесінші, мына аффирмацияларды дауыстап айтыңыз. Мен бәрін өз жөніне жіберуге дайынмын. Барлығынан арыламын, босатамын, бүкіл ауырлықты қоя беремін. Бар қорқынышымнан арыламын. Ашу-ыза өзімен кетсін. Өзімді барлық кінәдан босатамын. Бар мұңымнан арыламын. Ескі шектеулер мен сенімдерден құтыламын. Бәрінен азаттық алып, тыныштық табамын. Мен өз-өзіммен татумын. Өмір процесімен үйлесімдімін. Бар жамандықтан аулақпын. Алтыншы, осы аффирмацияларды 2-3 мәрте қайталаңыз. Жетінші, күні бойы қандай да бір ауыр ойлар мазаласа, қол айнаңызды шығарып, осы аффирмацияларды қайталаңыз. Оны қайталау күнделікті өміріңіздің бір бөлігіне айналуы үшін олармен жақын таныс болыңыз. Ғаламат күш ішіңізде. 4-ші күннің күнделік сұрақтары. Бірінші, өміріміздегі проблемаларды көпшілігі мен үлкен төрттік деп атайтын нәрселерден туындайды. Олар сын, қорқыныш, кінә және реніш. Күнделіктің бетін 4 бағанға бөліңіз. Оның әрқайсысына осы үлкен төрттіктен бір-бірін орын беріңіз. Олардың сіздің өміріңізде қандай рөл атқаратынын ойлаңыз. Әр санат бойынша ой, талғамыңыз бен сезімдеріңізді тиісті бағанға жазыңыз. Екінші, бірінші қадамда 4 бөлімнің әрқайсысына ең көп ойлар жаздыңыз. Сол 2 санатты алыңыз және әр санатқа 10 аффирмациядан жазыңыз. Мысалы, реніш санатында жазу тым көп болса, мынадай жағымды сөздер жазуға болады. Мен қазір бүкіл өкпе ренішім мен жан жарамнан құтыламын. Неғұрлым көп реніштен арылсам, соғұрлым молырақ махаббат беруім керек. Үшінші, өміріміздегі барлық нәрсе біздің кім екенімізді көрсететін айна. Өміріңіздегі сіз онша жақтырмайтын адамдар туралы ойланыңыз. Олардың қандай қасиеттері сіздің жыныңызға тиеді, соларды жазыңыз. Төртінші, осының алдындағы тізімдеген қасиеттерді қараңыз. Бұл қасиеттердің әрқайсысы өзіңізге деген сенімді қалай көрсететінін жазыңыз. Сондай-ақ, бүгінгі сұрақтарға жауап беру кезінде өзіңіз жайында не біле алғаныңызды жазып алуыңызға болады. 4-ші күнгі жүректегі ойлары. Мен барлық жаман нәрсені жеңе аламын. Біз белгілі бір әдеттер мен шаблондарды неліктен қолдан жасап аламыз. Өйткені олар қандай да бір жолмен бізге қызмет етеді. Мысалы, ата-анамызды жазалағымыз келгенде қаншама ауруды ойдан шығаратынымыз таңғаларлық. Біз мұны саналы түрде істемеуіміз мүмкін. Шындығында, көп жағдайда бұл бейсаналы түрде жасалады. Бірақ ішімізге тереңірек үңілсек, осыған жауапты шаблонды тауып аламыз. Біз көбіне өмірдің қандай да бір саласында не істерімізді білмей, тығырыққа тірелгенде негативке жол береміз. Егер солай болса, өзіңізден сұраңызшы: менің өкінішім неде? Кімге ашулымын? Мен неден қашқақтап жүрмін? Қашқанның пайдасын көрдім бе өзі? Қиындықтан құтылдым ба? Егер сіз жаныңызды мазалаған ауыр мұңды жеге алмасаңыз, демек, ол сізге қажет, өйткені ол сізге қызмет етеді. Ондай жағдайда сіз не істесеңіз де оны артқа тастап, тыныш өмір сүре алмайсыз. Дегенмен, сіз одан арылуға дайын болғанда, құтылудың қаншалықты оңай екеніне көз жеткізеді. 4-ші күннің медитациясы. Жаңа 10 жылдық. Біз бұрын түсінбей келген, жанымызды емдейтін шипалы 10 жылдыққа ашылатын жаңа есікке қараңыз.
Біз бойымызда бар бүкіл ғажайып қабілеттермен танысудамыз. Өзіміздің белгілі бір бөлшектерімізбен байланыс орнатуды үйренеміз. Бұл бөлшектердің өзіндік ерекшеліктері бар, және олар бізді алға жетелейді. Игілігіміз үшін жол көрсетеді. Бұл жаңа есіктің қалай айқара ашылғанына қараңыз, және дертіңізге шипа табу үшін сол есіктен өтіп бара жатқаныңызды елестетіңіз. Өйткені, шипа дегеніміз әрқилы адамдар үшін әртүрлі мағынаны білдіреді. Кейбіріміздің тәнімізге ем керек. Енді біріміздің жанымыз өз дертіне дауа іздеп жүр. Тағы біріміздің санамызға шипа ауадай қажет. Сондықтан біз әр адамға қажет емге ашықпыз. Біз жеке тұлғаның өсуі үшін есікті айқара ашамыз, және осы есікке ерекше бір жайлылықта кіреміз. 5-ші күн. Өзіңді бағалап үйрену. Бүгін өзіңізге құрметпен қарап, жақсы көру жөнінде көбірек мәлімет алып, ақыл-ой, жан мен тән әрдайым жоғары бағалануы тиіс ғажайып сый екенін түсінесіз. Бүгін таңертең оянғанда қандай сезімде болдыңыз? Айнаға қарап, мен сені жақсы көрем жаным. Мен сені шын жақсы көрем деп айтқанда күлімсіредіңіз бе? Өз сөзіңізге сене бастадыңыз ба? Бірнеше күн үзбей айнамен жұмыс дегеннен кейін өміріңізге өзгеріс еніп жатқанын байқайсыз. Мүмкін сіз көбірек жымия бастаған шығарсыз. Айнаға қарап, әдемі жүзіңізді көргенде өзіңізді әлде қайда жақсырақ сезінетін боларсыз. Өзіңіз жайлы ойлағанда жайма шуақ күйге бөленсеңіз де таң қалмаймын. Сіз айнаның ар жағындағы адамды жақсы көріп, қолдап қолпаштай бастадыңыз ба? Махаббат кез келген дерттің дауасы. Өзімізді жақсы көру өмірімізге неше түрлі таңғажайып әкеледі. Өз басым, қандай мәселе болса да, оны шешудің ең дұрыс жолы өзіңді жақсы көру екенін түсіндім. Өзіңді сүю дегеніміз ішкі күйіңізге де, сыртқы күйіңізге де үлкен құрметпен қарау. Бұл сіздің ақыл ойыңыз, тәніңіз бен жаныңыздың кереметіне деген шексіз ризашылық. Өзіңді сүю бұл сен болу. Қуанышы жүрегіңді барынша толтырып, жарып шыққанша шаттанып, өзіңді соншалықты сыйлау. Өзіңді өзіңе танытып, болмысыңды осы күйінде қабылдамайынша, өзіңді шын жақсы көру мүмкін емес. Өзіңізді әлсін сөгіп, сынап мінеп отырсыз ба? Сізді ешкім жақсы көрмейтініне, сізді сүю мүмкін емесіне сенесіз бе? Апыр-топыр, бейберекет өмір сүресіз бе? Кездестірген ғашығыңыз әдетте сізді кемсіте ме? Тәніңізді зиянды тамақпен және негативке толы ойлармен қорлайсыз ба? Егер өзіңіздегі бар жақсыны қандайда бір жолмен жоққа шығарсаңыз, бұл өзіңізді жақсы көрмейтініңіздің белгісі. Осы орайда жанаспалы линза тағатын бір әйел есіме түсіп отыр. Ол айнамен жұмыс істеп жүріп бала кезінен келе жатқан ескі қорқынышынан арыла бастады. Бірнеше күннен кейін ол жанаспалы линза мазалап жүргенін, тіпті оны тағып шешудің өзі азапқа айналғанын айтып шағымданды. Линзаны көзінен алып, жан-жағына қараса, бәрі анық көрініп тұр дейді. Сонда да ол күні бойы жоқ, мен бұған сенбеймін, сене алмаймын деп күбірлеп жүрді. Бұл оның сол күнгі аффирмациясы болды. Келесі күні ол линзасын қайтадан тағып алды. Ол өзінің көру қабілеті аз уақытта жақсарып кеткеніне сенбеді. Яғни, сенуге өзіне рұқсат бермеді. Сөйтіп, шынымен де қос жанары қайтадан бұрынғы қалпына түсті. Қалам оған сұрағанын берді. Міне, ойларымыздың қаншалықты құдіретті екенін осыдан көруге болады. Кішкентай кезіңізде қаншалықты мінсіз болғаныңызды ойлап көріңізші. Сәбилерге мінсіз болу үшін ештеңе істеудің керегі жоқ. Олар осы тұрған бойы мінсіз және өздері мұны жақсы білетін сияқты. Олар бүкіл әлемнің назары өзінде екеніне сенімді. Сондықтан қалағанын сұраудан қорықпайды. Олар эмоциясын емін-еркін көрсете береді. Сіз нәрестенің ашулы екенін сол заматта білесіз.
Шынын айтқанда, сіз ғана емес, оны бүкіл көршілер естиді. Сондай-ақ олардың шаттанғанын да бірден байқайсыз. Баланың күлкісі бөлмені нұрландырып жібереді. Олардың тұла бойы махаббатқа толы. Кішкентай сәбилер сүйіспеншілікке бөленбесе, өледі. Біз есейіп жасымыз ұлғайған сайын махаббатсыз өмір сүруді үйренеміз. Ең болмағанда солай істеуге тырысамыз. Бірақ балалар бұған шыдамайды. Нәрестелер денесінің әр бөлігін жақсы көреді. Бір кездері сіз де сондай болдыңыз. Бәріміз сондай едік. Кейін қорқынышқа бой алдырған ересектерді тыңдап, өзіміздің ғажап екенімізді жоққа шығара бастадық. Бүгінше бүкіл сын мен жағымсыз сөздерді ысырып қоя тұрыңыз. Көңіліңізді түсіретін және өзгерістерге қарсы тұратын ескі ойлау жүйесін ұмытыңыз. Басқа адамдардың сіз туралы не ойлайтыны сізді тіпті де мазаламасын. Олай болса, мына аффирмацияны айтайық. Менің қолымнан бәрі келеді. Мен қабілеттімін. Мен сүюге лайықпын. 5-ші күннің айна жаттығуы. 1. Айна алдына барыңыз. 2. Көзіңізге тура қараңыз. 3. Мына аффирмацияны айтыңыз. Мен өзімді сүйемін және қолдаймын. 4. Аффирмацияны қайталай беріңіз. Мен өзімді сүйемін және қолдаймын. 5. Осы аффирмацияны күніне кем дегенде 100 мәрте қайталаңыз. Иә, қағыс естіген жоқсыз. 100 рет. Махаббат пен мақұлдауды өзіңіздің күшіңізге айналдырыңыз. 6. Айнаның жанынан өткен сайын, немесе бір жерден өз бейнеңізді көрген сәтте, осы аффирмацияны қайталаңыз. Бұл менің жылдар бойы 100 адамға беріп келе жатқан жаттығуым. Оны орындаған адамдар шынында да таңғаларлық нәтижеге қол жеткізді. Есіңізде болсын, айнамен жұмыс істеуден теориялық пайда жоқ. Ол тек іс жүзінде жемісін береді. Сіз оны жасасаңыз, өміріңіз шын мәнінде өзгереді. Осындай, семіз бола тұра қай бетіммен өзіме қолдау көрсетем, немесе осылай позитивті ойлай алатыныма сенбеймін. Мен ондай жақсы адам емеспін, сынды жағымсыз ойлар мазаласа, оларға қарсы тұрмаңыз, күреспеңіз, қуалап баға бермеңіз. Олар да осында болсын. Өзіңіз шынымен бастан өткергіңіз келетін нәрсеге, атап айтқанда, өзіңізді жақсы көруге және қолдап қолпаштауға назар аударыңыз. Сіз өзіңізді жақсы көріп құрметтеуге көбірек көңіл бөлу арқылы баса көктеп кіріп, көкейде тұрып алатын теріс ойларды ақырын ғана жөніне жібере аласыз. Күнделікті істеп жатқан айнамен жұмысымыздың мәні, шын мәнінде кім екенімізді түсінуге тырысып, өзегімізге оралу. Біз өзімізді кінәламаған кезде ғана кім екенімізді білгіміз келеді. Ғаламат күш ішіңізде. 5-ші күннің күнделік сұрақтары. 1. Өзіңізді ұнатпайтын, немесе дұрыс бағаламайтын кездерде оны қалай көрсетесіз? Мысалы, дене бітіміңізді сынап мінесіз бе? Өз-өзіңізге ұрсып, жер-жебіріңізге жетесіз бе? 2. Басқалар сіз туралы қандай жағымсыз нәрсе ойлауы мүмкін? Соларды жазыңыз. Оның әрқайсысын оң пікірге айналдырып, аффирмацияны қолдан жасаңыз. Мысалы, анам маған семізсің дейді деген ойды осы тұрған бар болмысыммен әдемімін деп өзгертуге болады. 3. Өзіңді жақсы көруге қандай себебіңіз бар? Бәрін тізіп жазып шығыңыз. Адамдар неліктен сізбен бірге уақыт өткізгісі келеді? Сол жайында бөлек тізім жасауға болады. 4. Осы махаббатқа толы тізімдерді күн сайын көзге көрініп тұратын бір жерге іліп қойыңыз. 5-ші күнгі жүректегі ойлар. Дәл осындай болғаныма ризамын. Ешкім ешқашан сынамайтын тыныш өмір сүрсең, қандай керемет болар еді? Ойланып көрдіңіз бе? Өзіңізді толығымен еркін, әрі жайлы сезіну ғажап емес пе? Таңертең тұра салып, бүгінгі күннің сөзсіз керемет күн болатынын білесіз. Өйткені бәрі сізді жақсы көреді және ешкім тиіспейді, қорламайды. Әлбетте, өзіңізді тамаша сезінесіз. Білесіз бе? Сіз шынымен дәл осылай өмір сүре аласыз.
Сіз осыны жасап, өз үлгіңізді ешкімнің ойына келмейтін теңдессіз тәжірибеге айналдыра аласыз. Таңертең ұйқыдан ояна сала, тағы бір күнді өзіңізбен бірге өткізгеніңізді ойлап, қуанышын сезіне аласыз. 5-ші күннің медитациясы. Өзіңді бағалауды үйрететін аффирмациялар. Менің таңдауым әрқашан өзімді жақсы сезіну. Мен өз махаббатыма лайықпын. Мен аяғымдан нық тұрамын. Өз күшімді қабыл аламын және қолданамын. Өз атымнан сөйлеуге қорықпаймын. Мені тура осы күйіммен, болмысыммен жақсы көреді және қабылдайды. Өз-өзімді жоғары бағалаймын. Өйткені мен өзімді шексіз құрметтеймін. Менің өмірім күннен күнге таңғажайыпқа айналып келеді. Әр жаңа сағаттың не әкелетінін асыға күтемін. Мен тым аласа немесе тым толық емеспін және ешкімге ештеңе дәлелдеуге міндетті емеспін. Өмір мені барлық жағынан қолдайды. Менің санам салауатты, таза, позитивті ойларға толы. Бұл менің тәжірибемнен де көрінеді. Мен жасай алатын ең үлкен сыйлық сөзсіз махаббат. Мен өзімнің кім екенімді жақсы көремін. Мен енді өзімді жақсы көру үшін мінсіз болатын кезімді күтпеймін. 6-шы күн. Ішкі сыншыға тыныштық беріңіз. Бүгін сіз өзіңізді айыптау және сынау әдетінен арылуды үйренесіз және өзіңізді басып жаншудың қажеті жоқ екенін түсінесіз. Бүгін айнаға қараңыз да өзіңізді құттықтауға 1-2 минут уақыт бөліңіз. Сіз өзіңізді жақсы көріп қабылдай бастадыңыз. Егер олай болмаса, ең болмағанда осы жолда еңбек етіп жатырсыз. Дәл қазір процестің қай тұсына келсеңіз де, осы уақытқа дейін қол жеткізген жетістіктеріңізді атап өтіңіз. Мен сізге және айнамен жұмыс істеуге деген құлшынысыңызға қол соғамын. Айнамен неғұрлым көп жұмыс десеңіз, ішкі диалогыңыз жайында соғұрлым көбірек білесіз. Егер мен бүгін сізге бір сәт ішкі диалогке құлақ түріп, тыңдап көр десем, не дер едіңіз? Не деген ақымақпын? Сынды жағымсыз ойлар таңдауға шыдамыңыз жете ме? Неге сонша ебедейсіз біреу болып жаралдым? Неге менің пікірімді ешкім сұрамайды? Бұл өмірде кісінің көңіліне қарамайтын адамдар неге көп? Ішкі даусыңыз бәрін шетінен қырып салып жатыр ма? Әлемге сыни көзбен қарайсыз ба? Бәріне іштей баға бермесеңіз, тыныш отыра алмайсыз ба? Сіз ғана бәрін дұрыс істейсіз. Ал басқалары ылғи қателесе беретіндей көріне ме? Көпшілігімізде біреуді айыптау мен сынау әдеті әбден қанға сіңіп кеткені сонша, одан оңайлықпен құтыла алмаймыз. Бұрын мен ылғи өзімді аяп, өміріме көп шағымданатын едім. Ішіме үңіліп, жолым болмаған сәттерді ойлап, жиі-жиі күрсінген ұнайтын. Мен өзімді аяған сәттерде мәңгі есте қалдыруға тырысып жатқанымды білмедім. Сол күндері одан басқа ештеңе қолымнан келмейтін. Соның бәріне қарамастан, айнамен жұмыс істеу өте маңызды. Өйткені сол арқылы елді сынап мінеген сәтіңізді және өзіңізбен сөйлескенде болымсыз дүниелерді сөз еткеніңізді бірден байқап қоясыз. Бұл жұмыс сізге ішкі сын айтқыштан тезірек құтылуға мүмкіндік береді. Өзіңізді кемсіту және өмірде қателесуден қорқу секілді қасиеттерден арылмайынша, өзіңізді шын сүю мүмкін емес. Кішкентай бала кезіңізде әлемге соншалықты ашық едіңіз. Ғаламға таңданысқа толы көзбен қарадыңыз. Бірдеңеден қорқып, немесе біреу зиян тигізбесе, өмірді осы бар күйінде қабылдадыңыз. Кейінірек, өсе келе, елдің пікіріне құлақ асатын болдыңыз. Кейін сол пікірді өзімдікі деп қабылдай бастадыңыз. Сіз сынап мінеуді үйрендіңіз. Ақыр соңында маған көмектескен нәрсе, мен өзімнің не айтып жүргенімді тыңдай бастадым. Өзімнің ішкі сыншым тоқтамай бәрін сынай беретінін көрген соң, осыдан арылу үшін жұмыс істедім. Мағынасын онша түсінбесем де, айнаның алдына тұрып, позитивті аффирмациялар айта бастадым. Қайталай бердім. Ең қарапайымнан бастадым. Мен өзімді
жақсы көремін. Мен өзіме мүмкіндік беремін. Содан кейін келесі сатыға көштім. Менің пікірім құнды. Мен өзімді сынау қажеттілігінен арыламын. Маған басқаларды сынау түкке қажет емес. Біраз уақыттан кейін өмірімдегі оң өзгерістерді байқай бастадым. Ішкі сыншыңызды жайына қалдыру үшін тер төксеңіз, сізде көп ұзамай жағдайдың қалай өзгергенін көресіз. Сын біздің рухымызды жаншиды. Мен елге ұнайтындай жақсы адам емеспін деген сенімді нығайтады. Бұл әрине бізді ынталандырмайды, жылы сезімдерге қорғау салмайды. Бірақ сіз ішкі сыншыға тыныштық беріп, жөніне жіберген кезде өзіңізді ең жоғарғы деңгейіңізбен байланысқа түсесіз. Сонымен тексеріп көрейік. Миыңызда жағымды аффирмациялардан ғана тұратын плейлист таңдап үйренгіңіз келе ме? Өз ойыңызға назар аударып, жағымсыз ойларды оң аффирмацияға алмастырып жүрсіз бе? Айнамен жұмыс істей отырып, ішкі даусыңызбен өзіңізге не айтып жүргеніңізді жақсырақ білесіз. Сонда өзіңізге ұрсып-сөгу қажеттілігінен арыласыз. Аз уақыттан кейін басқаларды да қатты сынамайтыныңызды байқайсыз. Өзіңізге осы бар қалпыңыздан танбауға мүмкіндік берген сәтте автоматты түрде басқалардың да өз болмысында қалуына рұқсат бересіз. Олардың бойындағы кішігірім кем-кетікті, түрлі әдеттер енді сізді қатты мазаламайды. Сіз басқаларды өзіңіз қалағандай етіп өзгертуге ұмтылмайсыз. Басқаларды сынап мінеп, кінәлауды тоқтататын кезде олар да сізге мін тағуды қояды. Әр адам еркін болуы керек. Біздің сезімдеріміз іс-әрекет үстіндегі ойлар. Ол үшін өзіңді кінәлап, немесе ұялудың қажеті жоқ. Олар белгілі бір мақсатқа қызмет етеді және сіз ақыл ойыңыз бен тәніңізді жағымсыз ойлардан босатқан кезде орнына жағымды сезімдер мен тәжірибеге бос кеңістік ашылады. Қане, аффирмация жасайық. Ішкі сыншымды жөніне жіберіп, махаббатқа орын бергенім дұрыс. 6-шы күннің айна жаттығуы. 1. Өзіңізді қауіпсіз сезінетін және ешкім алаңдатпайтын айнасы бар тыныш орын табыңыз. 2. Айнаға көз салыңыз. Көзіңізге тура қараңыз. Егер бұлай істеу әлі де ыңғайсыз болса, онда аузыңызға немесе мұрныңызға назар аударыңыз. Ішіңіздегі баламен сөйлесіңіз. Ішіңіздегі сәби өсіп, жайнап жадырағысы келеді. Ол сүйіспеншілікке, сіздің қабылдауыңызға, мадағыңызға мұқтаж. 3. Енді мына аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көрем және қолыңнан келгенін жасап, барынша тырысып жатқаныңды білем. Сен осы болмысыңмен кемелсің. Мен сені қолдаймын. 4. Ішкі даусыңызды сынап мінеуден сәл де болса арылып, келе жатқанын байқауғанға дейін бұл жаттығуды бірнеше рет қайталауыңыз керек. Нені дұрыс деп санасаңыз, соны жасаңыз. Ғаламат күш ішіңізде. 6-шы күннің күнделік сұрақтары. 1. Өзіңіз көп сынайтын бойыңыздағы 5 кемшілікті тізіп жазыңыз. 2. Тізім бойынша әр тармақтың жанына осы бір кемшілігіңізді сынай бастаған күнді жазыңыз. Егер нақты күнін еске түсіре алмасаңыз, шамалап көрсетіңіз. 3. Өзіңізді қанша уақыттан бері іштей жеп, мүжіп келгеніңізге таң қалдыңыз ба? Өзіңізді өзіңіз сынау әдеті ешқандай оң өзгеріс әкелген жоқ. Солай ма? Сынағаннан түк шықпайды. Ол тек өзіңді одан сайын жек көруге әкеледі. Сондықтан бұл әдеттен арылуға дайын болыңыз. 4. Тізімдегі 5 сынның әрқайсысын оң аффирмацияға айналдырыңыз. 5. Бұл тізімді өзіңізбен бірге алып жүріңіз. Өзіңізді айыптайтын және айыптайын деп жатқаныңызды байқап қалсаңыз, жаңағы тізімді шығарып, оны бірнеше рет қайталап оқыңыз. Мұны айна алдында дауыстап оқысаңыз, тіпті жақсы. 6-шы күнгі жүректегі ойлар. Мен өзімді осы күйімде қабылдаймын және жақсы көремін. Бәріміздің өмірімізде өзіміз қабылдай алмайтын, ұнамсыз әрі жайсыз тұстар бар. Бойымыздағы кей кемшіліктерге кешіріммен қарай алмасақ, өзімізді жиі-жиі қорлаймыз. Мысалы, ішімдік ішеміз, есірткі қолданамыз, немесе темекі шегеміз. Тамақты да мөлшерінен көп жейміз. Өзімізді эмоционалды жолмен жазалаймыз.
Өзімізге жасайтын нәрселердің ішінде жанымызды көбірек жаралайтыны өзіңе мін тағу. Өзімізді сынап мінеуді тоқтатуымыз керек. Бір қызығы, өзіңе ұрсып жекуді доғарғаннан кейін басқаларды сынауды да қоясың. Әр адам біздің бейнеміз екенін және басқа адамнан көргенімізді өзімізден де көретінімізді түсінеміз. Біреуді жамандаған кезде шын мәнде біз өзіміз жайында айтамыз. Өз болмысымызды шын сүйіп қабылдасақ, шағымданатын ештеңе қалмайды. Ол кезде өз көңілімізге тиіп ренжітпейміз және басқа адамға зиян келтірмейміз. Бұдан былай өзімізді ешқашан сынамаймыз деп сөз берейік. 6-шы күннің медитациясы. Өзімізбен өзіміз болатындай еркінбіз. Бір тұтас болу үшін өзімізді осы бар қалпымызда қабылдауымыз керек. Сондықтан жүрегіңіздің ашылуына мүмкіндік беріп, онда бүкіл қырларыңызға жететіндей орын қалдырыңыз. Сіз мақтан ететін тұсыңыз, сіз ұялатын, қабылдай алмайтын және сіз жақсы көретін қырларыңыз. Мұның бәрі сіз. Сіз әдемісіз. Біз бәріміз сондай әдеміміз. Егер сіздің жүрегіңіз өзіңізге деген сүйіспеншілікке толы болса, онда сізде басқалармен бөлісетін көп нәрсе бар. Енді осы махаббат бөлмеңізден асып-тасып, сіз білетін барлық адамға тарасын. Өзіңізге ұнайтын адамдарды ойша бөлменің ортасына отырғызыңыз. Сонда олар сіздің жүрегіңіздегі мейірімге шомыла алады. Енді осы адамдардың әрқайсысының орнында бір-бір бала билеп, секіріп, айғайлап, сальто жасап, домалап, шаттанып, әр баланың ішінде болатын бар жақсыны риясыз көрсетіп жүргенін елестетіңізші. Енді ішіңіздегі баланың басқа жеткіншектермен бірге асыр салып ойнауына рұқсат беріңіз. Балаңыз билесін. Оның өзін қауіпсіз және еркін сезінуіне мүмкіндік беріңіз. Бала не істеймін, қандай боламын десе де еркі білсін. Сіз мінсіз бір тұтас бүтін тұлғасыз және сіздің таңғажайып әлеміңізде барлығы да керемет.